Сәлем! Бүгін біз сананы қоқыстан тазалау медитациясын жасаймыз. Денеңізді бос ұстаңыз. Өзіңізге ыңғайлы жатып, болмаса отырып алыңыз. Денені бос ұстаңыз. Сізге ешкімнің кедергі келтірмегенін қадағалаңыз. Көзіңіз жұмулы болсын. Терең дем алып, жай ғана дем шығарамыз. Терең дем алып, жай ғана дем шығарамыз. Терең дем алғанда ауаның өкпеге барғанын сезініңіз. Демді шығарғанда бойыңыздың босап жатқанын сезініңіз. Ештеңе ойламайыңыз. 5-10 минутыңызды өзіңізге арнаңыз. Денедегі бүткіл негативті қоқыстардан тазалаймыз. Енді жаныңызда үлкен қоқыс жәшігі бар деп елестетіңіз. Миға картина керек. Миға қандай картинаны көрсетеміз, ми сол картина жүзеге асып жатыр деп қабылдайды. Жаныңызда үлкен қоқыс жәшігі бар. Бұл қоқыс жәшігі сіздің бойыңыздағы қоқыстардың барлығын алып кететін арнайы қоқыс жәшігі. Енді миыңызды елестетіңіз. Сүйектің астындағы ми. Бас сүйектің астындағы ми. Бұл мида бізге қажеті жоқ, шешіле алмай жүрген көптеген сұрақтар толып қалған екен. Алыңыз. Не нәрсеге ұқсайды болмаса? Қандай форма елестеп тұр? Шешіле алмай жүрген сұрақтар, көп ақпараттар, өзіңізді кінәлау, проблемалар, мәселелер. Үнемі ақпарат көре беріп жиналған қоқыстар. Не нәрсеге ұқсайды? Алыңыз да жаңағы қоқыс жәшігіне тастаңыз. Келесі көзіңізді елестетіңіз. Сіз осы уақытқа дейін көрген негативті ситуациялар, болмаса көргіңіз келмей жүрген адамдар, жек көретін бір сәттер, өткен шақта. Не нәрсені көз алдыңыздан кетпейді? Бір қорқыныш, ситуация, мәселелер, уайымдар, бір сәттер, не нәрсе кетпейді көз алдыңыздан? Не нәрсеге ұқсайды ол? Формасын алыңыз да тастаңыз. Кішкентай кезіңізде мүмкін шошып қалған, қандай зат болды көз алдыңызға? Иттен қорыққан, болмаса бір авария болған сәт болды ма, болмаса қайтыс болған адамды көрген сәтіңіз болды ма? Не сәт көз алдыңызда тұрып қалды? Үнемі ойыңыздан кетпейді, көз алдыңыздан кетпейді сол сәт. Соны тастаңыз. Болмаса біреулердің ұрысқаны, жанжалдасқаны, қандай да бір кино көру арқылы, кинодан көрген қорқынышты фильмдер, барлығын тастаңыз. Керек емес бұлар сізге. Келесі құлағыңызды елестетіңіз. Құлақ арқылы кірген негативті ақпараттар, естіген сөздеріңіз, өзіңіз туралы, өзгелер туралы өсек, сын айту, сынау. Құлағыңызда не нәрсеге ұқсайды формасы? Алыңыз да жәшікке тастаңыз. Негативті ақпараттар, естігіңіз келмеген негативті сөздер, барлығын тастаңыз. Естіген негативті сөздер. Келесі, тіліңізді елестетіңіз. Айтқың келмейді, бірақ байқамай айтып қоятын. Негативті установкалар, үнемі айта беретін жаман сөздер, боқтық сөздер, ренішпен, ызамен, өкпемен шығып кететін жаман сөздер.
өсек айтуыңыз әдетіңіз бар ма сондай? Біреуді сынайтын әдетіңіз бар ма? Біреуге баға беретін әдетіңіз бар ма сондай тілде? Барлығын алыңыз да жәшікке тастаңыз. Келесі, тамағыңызды елестетіңіз, көмейіңізде бір тұншыққан, бір комок секілді болып тұрады. Айтқыңыз келетін сөздер, бірақ айтуға қорқасыз, ыңғайсызданасыз, батылдығыңыз бармай жүрген, бір ұялып жүрген, айта алмай жүрген, қысылып жүрген, сізді тұншықтырып жүрген сөздер. Қандай сөздер бар? Сөйлесе алмай қалған сол кісімен, уақытында айта алмаған сөздер. Тастаңыз қазір, керек емес, болды, өтті, кетті. Келесі, көкірегіңізді елестетіңіз. Кеудеңізде жиналған біреуге деген өкпе, реніш, болмаса сіз өкпелеп жүрген, сіз ренжіп жүрген сәттер, адамдар, бір босата алмай жүрген ситуациялар, ұмыта алмай жүрген ситуациялар, адамдар, бір қоқыс сөздер, жанжал, ұрыс. Сіздің бір терең демалайын, терең тыныс алайын десеңіз, кедергі келтіріп тұрған бір сондай бір өзі қара түнекке ұқсайтын, қара бұлтқа ұқсайтын бір формасы әдетте солай келеді. Сондай дүние болса тастаңыз. Жәшікке тастаңыз, ол сізге керегі жоқ. Келесі, асқазаныңызды елестетіңіз. Қандай форма көрдіңіз асқазаннан? Қорыта алмай жүрген сөздер, айта алмай жүрген бір ойларыңыз, неге осы менің басымнан болды, неге менде деген бір өкініш іс-әрекеттер, неге істедім деген. Бірден есіңізге не түсті, соны тастаңыз. Ұмыта алмай жүрген, өкініп жүрген, бәрін тастаңыз. Енді қолыңызды елестетіңіз. Егер әйел адам болсаңыз, ер азаматқа деген, егер ер азамат болсаңыз, онда әйелге деген реніш, айта алмай жүрген бір сөз, назыңыз, жек көру ситуациясы, ұрған сәт, боқтық естіген сәт, боқтық сөзді естіген сәттер, ұрған сәттер, таяқ жеген сәттер, жек көретін сәттеріңіз, алдаған сәттер. Бұның барлығы құлықта тұрады, тастаңыз, керек жоқ сізде. Өтті, кетті, болды. Солай болу керек болды. Енді аяғыңыздан төмен қарай сезініңіз. Сізді аяқтан шалған адамдар, сәттер, аяғыңызбен барып бата алмаған бір қорқыныштар, күмәніңіз, күдік, қорыққаннан айта алмау, қорыққаннан бара алмау, істей алмау, жасай алмаған сәттеріңіз, батылдығыңыз болмаған сәттер. Барлығын бата алмауыңыз, бұлардың барлығы керек жоқ сізге. Сізді алға жетелемейді, сол үшін бұның барлығын алып, жаңағы қоқыс жәшігіне тастаңыз. Мінекей қоқыс жәшігі де толды деп ойлаймын. Қақпағын жабыңыз. Енді бұл шелекті Аллаға тапсыратын сәт туды. Енді іштей болмаса сырттай қайталаңыз. Я Аллам, жаратқан ием, бұл мендегі болған бойымдағы бүткіл негативті мусор, іс-әрекеттер, сөздер, эмоциялар, сезімдер, бұлардың иесінің барлығы өзіңсің. Бұлардың маған берген сабағы бар.
менің осы уақытқа дейін менің бойымда болған үшін мен мейіріммен, махаббатпен өзіңе тапсырдым, босаттым деп терең дем алыңыз да босаттым деп айтыңыз. Тағы да терең дем алып босаттым деп айтыңыз. Тағы да терең дем алып босаттым деп айтыңыз. Енді сіз жеңілдік, рахат, бір кайф сезімді сезесіз. Осы түні жақсы да ұйықтайсыз. Жаныңыз тынышталады. Біраз қоқыс бойыңыздан кетті. Алла өз рақымына мейірім махаббатпен алып кетті. Оны нұрға толтырып, нұрландырып, сіздің бойыңызға нұрмен қайтарады. Сіз нұрланып, жарқырап, блоксыз, ешқандай негативсіз өмір сүретін боласыз. Қаласаңыз, бұл практиканы 1-2 рет жасаңыз. Осы сәт үшін Аллаға рахмет айтыңыз, өзіңізге рахмет айтыңыз, және маған рахмет айтыңыз. Мен сізді жаныңызбен қауышқаныңыз үшін шын жүрегіммен құттықтаймын.